Балаға осы сатыда бағыт-бағдар беруіміз керек. Әдемі бағыт-бағдар беріп отырсақ, осы кезде бала өзінің ойын, ұшқыр қиялын сол әдебиетке, көркем әдебиетке салар еді деген ойлаймын. Мысалы, оған ең бірінші нәрсе қызығушылық қой. Қызығушылық ояту, балаға қызығушылық ояту. Қызығушылықты біз қалай оятамыз балаға? Міне сол тұрғысынан сөйлесімен мен басында ең алғаш мынандай өзіме оқытудың жолдарын ұсындым өзіме балаларға. Бұл жерде әрине сіздер өздеріңіз практикаларыңызда, өздеріңіз сабақтарыңызда байқап отырсыздар, бәрін қолданып жүрсіздер. Бұның ішінде әрине аңғара оқу, ұжымдық оқу, жұптық оқу, таңдау оқу, формен оқу, мәнерлеп оқу, іштен оқу, рөлге бөліп оқу дейді. Бұның бәрі сіздердің практикаларыңыз. Мен ешқандай жаңалық алып отырған жоқпын. Бірақ балалар деп кешіріңіздер, әріптестер, бұның барлығын бір ғана оқу жолымен шектелуге болмайды деп ойлаймын. Себебі егер біз күнделікті бір сарында оқу жолымен қолданатын болсақ, бала тез жалғар. Өзінің шығармаға деген салқын қандылар жаңағы жанып тұрған бала болса да, осы бір сарында осын өте береміз, осы бір мысалы жаңағы алып қойыңызшы, осы іштен оқуды бірден іштен оқи берсе, бала іштерінен оқыңдар деп қоямыз, отыра береміз, анан іштен оқуда мазмұнды айта бер, іштен оқуда мынаны істей бер, ішіңнен оқуда жаңағы ішінен мынандай керекті нәрселерді таба сал дейміз. Міне ол өтірік емес. Көбімізде осындай қалай болсын, осындай кішкене қателіктерге басырып жатамыз. Менің қазіргі кезде пайдаланып жүргенім өзімнің осы көркем шығарма оқытудағы алға қойып отырған мақсаттардың бірі осы шығармалардың осы оқу жүйесінің бірнеше түрін, керек десем осының барлығын ол жылап оқиды, дұрыс па? Екіншісі күліп оқиды, біреуін ойнап оқы десеңіз, ол ойнап жүріп оқиды. Міне осы жерде балада қызығушылық пайда болмай ма? Мысалы, ол күліп оқыдан бәрі күледі, мысалы біреу жылап оқиды, оған қарап екіншісі сын айта күледі. Міне осы сияқты мына жаңағы оқу жолдарының барлығы болмаса да 3-4-еуін бір шығармаға біріктіріп оқытатын болсақ, мысалы шығарманы алғанда түгел шығарманы емес па, бізге берілген өзі әдебиетімізде шағын дүниелер ғой, кішкентай. Міне соның әсіресе қазіргі кезде жақсы болды, жаңа оқулығында барлығы тақырыппен қысқа бір беттік, бір жарым беттік қана береді. Міне соны осылай оқытып көрсеңіздер, өзінің нәтижесін береді деген ойдамын. Міне қазіргі кезде мен және де бізде бұдан да кейін тағы да айтып өтірім қызығушылықты. Бұл және екінші қызығушылық, бұл баланы дәріптеу, баланы осындай жетістікке жету жолында қандай істерді жасау керек. Келесі, осыған байланысты мен мынандай өзіме қасиеттер деп қоямын, қағидалар. Мынандай өзіме қағида қойдым. Бірінші шығарманы қабылдау. Өзіме қойылған қағида баланы осы шығарманы оқытудағы бірінші қағида. Шығарманы қабылдау. Қанипа Бүтібаева апамыздың бір сөзі бар еді, осы оқып жатқан кезде. Сонда керек. Оны қабылдатамыз. Бұны қабылдату үшін ең алғаш осы жердегі шығарманы өзі мақсат қоямыз ғой, мақсат қойған кезде кейіпкер бар, әр шығарманың өзінің кейіпкері бар. Мысалы мен кішкентай кезімде шығарманы оқимын ғой, шығарманы оқыған кезде мен сондай эмоцияға беріліп оқимын. Сіздер де әдебиетшілерсің, бәрі әріптесің, әдебиетшілерсіздер ғой, сіздер де сол бір кино көргендей болып оқисыздар шығарманы. Мен оны беске білемін. Себебі сол жердегі кейіпкердің қуанышымен бөлісіп қуанасыздар. Ол жылап қайғырып, оның басына іс түсіп, қиын қыстауға неге келсе, онымен бірге қосыла жылайсыздар. Ол егер сондай бақытты, шаттықты, қуанып, ауруын жеңіп шықса, немесе тағы да бір жетістікке қол жетсе, сондай балаша қуанасыздар сол кейіпкермен. Міне, қабылдау дегеніміз. Бала осы шығармада осылай қабылдай білу керек. Мысалы, өзінің оқып отырған кейіпкерімен жылап көрісу керек. Мысалы, сіз қазіргі кезде айтам ғой, көптеген
жаңа апаларымыз бар, балалар бар, үйдегі үлкендер бар, солар ойбай ана кином қалып бардық, киномды көрейінші деген сияқты. Міне бала ғана кино емес, менің ана кітабымдағы кейіпкер досым қайда, соны іздеп табайыншы деп тұру керек сияқты. Тұратын нәтижеге жеткізу керек қазіргі кезде баланы. Баланы осындай нәтижеге жеткізсек, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз деп ойлаймын. Екінші, оқу түрін таңдау. Жаңа ғана айтып кеттім, осыны жоғарыда айтқан оқу түрін таңдау. Оқу түрін таңдаған кезде де, мен жаңа айттым ғой, бұл жерде кез келген шығармаға жаңағындай жабыстыра берудің қажеті жоқ сияқты. Енді кейбір шығармалар бар ғой, оны талғамайды. Мысалы, біз өздеріңіз қарап отырасыздар шығарманың тақырыбы қандай шығарма, қандай, мысалы, оғанда оқу жолын дұрыс беру жөн сияқты, беру керек сияқты. Мысалы, өзім солай кез келгенге үшеу, төртеу, екеу немесе бесеу алып кетем кей кезде. Кейбірін балалар талдай алмай жатады, кейбірін алып кетеді, өте қызықты болады. Көрсеңіздер, өздеріңіздің нелеріңізге, жаңа практикаларыңызды қолдансаңыздар болады. Келесі, тарихи маңыздылығын ұғындыру. Әрине, кез келген шығарманың шығуы бар. Нешінші ғасырда шықты, нешінші жылдары шықты деген сияқты. Мысалы, біздің 20-шы ғасырдың басындағы, 20-шы жылдардағы классик жазушылардың шығармалары өте керемет, көркем жазылған туынды. Өзінің сондай сол әлемдегі бүткіл әлемдегі қоғамда болып жатқан оқиғаның бәрін сол шығармасын арқау еткен болатын. Енді тарихи маңызын ұғындыру дегенде, қазіргі шығармаларды да оқытқан кездегі оның тарихынан білуіміз керек. Ол қайдан шықты, нешінші жылы, қашан жазылды, қай жерде жазылды деген сияқты. Және мен бұрын осы оқып жүрген кезде, мен мына Жамбыл өңірінің, оңтүстік өңірінің қалай оқытатынын білмеймін. Енді оны қазір сандуғашта біледі. Біз шыны керек орталық Қазақстанның бүткіл ақын жазушыларын жаттап шықтық. Түгел жаттаттық. Біз неге екенін білмеймін, түсінбедім сол кезде. Біздің оңтүстіктен жазушы жоқ па, ақын жоқ па деп ойлайтынмын өзімше. Сол кезде ойлайтынмын. Біреуін айтсам, сол кезде келе қар пікірдер ма, әлде заманның сондай болып тұрған ағымы ма, білмедім. Біз сол кездегі орталық Қазақстанның түгел жазушыларын оқып шықтық, түгел шығармаларын жаттап шықтық. Міне бұл да әрине жаман емес, қазір өмірімізге көптеген үлесін қосып жатыр. Көп оқығанның зияны жоқ деп ойлаймын қазіргі балаларға. Енді тарихи маңыздылығы дегенде, барлық шығарманың тарихын, шығу тарихын білу керек, балаға ұғындыру керек. Ол қай кезде? Ол неліктен? Себебі тарихи шығарманың ұғындыру үшін біз оның тақырыбына немесе көтерілген әлеуметтік мәселесіне жол саламыз ғой. Мысалы, біз сол 20-шы ғасырдың басына барайықшы, алдымызға көзіміз елестетіп отыр. Сол жерде Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білегі, кімнің Міржақып-Дулаттың Бақытжан Жамал романы. Міне осы жерде неше түрлі романдар шыға бастады. Ол қандай тақырыпта жазылып еді? Ол кездегі заман қандай еді? Сол кездегі тарих қандай еді? Тарих қазақ сахарасы болатын, оқу жоқ, білім жоқ. Сол кезде осы біздің жаңағы қаймақтарымыз, ақтаңдақтарымыз дейміз ғой, ақтаңдақтарымыз. Бізге де роман керек. Бізге осындай нәрседе жазылатын үлкен дүние керек. Бізде осы сол кездегі әлеуметтік проблема, сол кездегі мәселе қандай еді? Әйел бостандығы болатын. Міне, әйел бостандық тақырыбында бірнеше құнды дүниелер шықты. Ал қазіргі кезде, міне, өзіміздің оқып отырған шығармада біз осындай сол кезеңді көре алатындай бір дүниені балалардың алдына қоюымыз керек. Балалар, міне, мынаның кезеңі мынау, тарихи кезең. Себебі бұл тарихи кезең мынандай оқиғалар болды, осыған байланысты шығып отыр деп, біз оны қолмен қойғандай етіп дәлелдеп беруіміз керек. Келесі сөз түрі. Әрине, көркем сөз болғандықтан өте сөзді әдемі сөйлеу, шешен сөйлеу, әр сөзіне мағына беру, әр сөздің қажеттілігі сол жерде қажет пе, қажет емес пе, міне соның бәрін балаға ұғындыруымыз керек. Сөз байлығы, тіл байлығы дейміз ғой, тіл байлығын қорыту. Енді
біреулер айтады, біреулер емес, өзім үйімде көршім айтады менің, Майра ғой. Маған айтады, осыған дайындалып жатқандайшы, қызық болып. Айта берейді, әріптестерім ғой, ашық алаң ғой. Мен айттым, сен көп сөйлеп кетесің қазір дейді. Соны айттым, мен көп сөйлемеймін дедім. Мен сияқты нақты сөйлей сал деді. Нақты сөйлемеймін, мен өзім білемін дедім. Сол сияқты балаға негізі шыны керек нақтылық қажет негізі. Нақты сөйлеген, нық сөйлеген, өзінің ойын тұжырымды нақты сөйлесе бала, соқырлық шығарма әдемі талданады және жүйелі түрде жүреді деп ойлаймын. Бұл сөз соңы. Енді детальді тану дейді. Енді детальді тану дегеніміз, мен басында осы шығармаларды, көркем шығармаларды талдау, көркемшілік ерекшелігіне қарай талдау деп жатамыз. Осы жердегі детальді талдау, әр шығармада бір керемет бір дүние болады. Ол көзге көрінбейді. Ол кез келген жерден шығып қалуы мүмкін да, деталь. Мысалы, бұл детальді не үшін қажет? Деталь осы шығарманың бір бұрышын жазушының, автордың оқиғасы айтайын деген нәрсесі, өзекті нәрсесі сонда тұрып қалуы да мүмкін болады кей кезде. Қарауыңызшы, мысалы, Бердібек Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" шығармасын алайық. Шығарма кеңес дәуірінде шықты. "Менің атым Қожа", балалар әдебиеті. Түгел барлықтарыңыз таныстыңыздар, барлықтарыңыз оқыдыңыздар. Осы жерде мен балаларға мынандай тапсырма беремін. Көбінесе ше, әй балалар, осы "Менің атым Қожа" шығармасында неліктен екі қожа бар деймін. Неліктен екі қожа бар? Біреу сары қожа, біреу қара қожа. Енді балалар ойлайды. Ағай шынымен, мұнда неліктен екі қожа жүр? Жазушы ғой ол. Жазушы жазып отырғанда бір қожаны алып тастауға болады ғой? Жоқ, оған Сүттібайдың баласының сары қожа, Бердібекті, жаңағы кімнің, қара қожаның, Қадырдың ұлын қара қожа деп берді. Енді ой осыдан басталады. Қара қожа. Өзі қожа деген сөздің өзіне мағына беріңіздерші деймін балаларға айтамын. Қожа деген сөздің өзіне мағына беріңіздерші. Қожа деген не? Қожа деген қожайын ғой. Осы үйдің, немесе осы ауылдың, немесе осы елдің қожасы. Былай айтқанда басқаратын адам ма? Міне, осындай нәрсеге алып келу керек. Мен деталь дегеніміз осы. Мысалы, мүмкін біз балалар әдебиетін жазып отырып Бердібек Соқпақбаев. Осы арқылы қожадай тәуелсіздікті аңсаған шығар мүмкін. Біз бұл жақсы шықпайды айта береміз. Балалар неше түрлі нәрселер айтады. Егер де осы тапсырма осындай детальдар, кішкене детальдар беріп қойыңыз. Беретін болсаңыздар. Міне, деталь дегеніміз, детальді тану дегеніміз осы. Әрқашан әр шығармада кішкентай осындай бір изюминка деп осындай кішкентай дүниелерді тану. Бізде кейіпкер образында мінездеу деген бар. Мінездеу емес, мінездеу. Мінездеудің әртүрлі ұғымы бар. Неше түрлісі бар. Егер барып қарайтын болсаңыздар, мінездеудің өзінің бірнеше түрі бар. Осы мінездеуден шығады балалар. Құрметті әріптестер, кейіпкердің образын ашу. Мінездеу арқылы біз көптеген нәрсені, көптеген шығарманы осы арқылы талдауымызға да болады. Міне осы мінездеуді жақсы үйретсек балаға, біздің шығармамыз өте көркем, жоғары дәрежеде талданатын деген ойдамын. Енді күнделікті өмірмен байланыстыру дейді. Бұның бәрі менің ұстанып отырған қағидаларым ғой. Негізі осы қағидаларды өзім сабағымда әрқашан ұстанып отырамын. Мына ішінде детальді бірінші шығарманы қалай қабылдадым, қалай саған ұнады ма, жыладың ба, жылаған жоқсың, күлдің ба, күлген жоқсың ба деген сияқты. Күнделікті өмірмен байланыстыру. Әрине қазіргі кезде өмірмен сабақтастыру деген бар. Біз кез келген дүниені, кез келген оқыған дүниемізді, оқыған шығармамызды өмірмен байланыстырамыз. Оқушыны соған тәрбиелеп жатырмыз. Себебі осы кезде оқыған дүниесін өмірде пайдалану үшін, қолдану үшін қажет дейміз. Сол үшін күнделікті өмірмен, күнделікті қоғаммен байланыстырып отырғанымыз жөн. Себебі біз бұл шығарма қоғаммен біте қайнасып отыру керек. Себебі қоғамда болып жатқан сол оқиға, сондай дүние, қоғамда болып жатқан сондай, мысалы, жақсылық болсын, жамандық болсын, кері қарап дүниелер болсын, ол біздің шығармамыздың ішінде де табылып жатады.
міне күнделікті өмірмен байланыстыру дегеніміз осы. Келесі осыған орай біздің осы Зульфия Бибилет облыстық семинарларға шақырады, сонда осы әріптестеріміз ішінде 3-4-іміз осы қазіргі жаңа оқулықтарын талдауға барамыз. Сол кезде көптеген пікірлер туындап жатады. Біреулер қарсы шығып жатады. Біреулер мына оқимыз, мынаның ішінде анайы, мынаның ішінде мынандай, немесе мынадан балаға не береміз, қандай тәрбие бар, қандай тәрбиесін аламыз деген сияқты көптеген қарсы пікірлерді естіп жатамыз. Соған қарай осы 11-ші сыныпта өтетін жаңа 2-3 сабақта алып жүрдім. Бұл жаратылыстану математикалық бағыт және гуманитарлық бағыттағы біреу. Талашбек Әсемқұловтың Бектордың қазынасы әңгімесі. Бұл да көптеген талас тудырған шығарма. Себебі бұл жерде бала оқу өте қиын деді. Себебі оның ішінде үш пердеден тұратын ба. Жаңа бірде баланың шыны керек 11-ші сыныптың баласына ауыр шығар, ауыр болуы да мүмкін, бірақ оқытуға болады екен. Соны өзім қарап отырдым да, оқып неді. Себебі қазір бұл келесі нем шығармам? Ерболат Тәуекелұлы пәтер іздеп жүредік. Бұл да қазіргі әлеуметтік жағдайға байланысты саяси пәтер іздеп жүредік. Бұл да қазіргі біздің өмірмен байланысты. Мысалы, өңкей түгел осы қай жерге барсақ та өзіміздер әлі пәтер іздеп жүрміз. Пәтеріміз жоқ, басымызда кіршамыз жоқ, жағдайымыз жоқ, ақшамыз жетпей сөйтіп жатқанмен халық барлық өмірде болып жатқан келеңсіз жағдайлардың бәрін осы шығармаға арқау етіп отыр. Келесі Сұлтанәлі Балғабаевтың Тойдан қайтқан қазақтар пьесасы өте үлкен талқы осы нәрсе. Алып тастаймыз деп талай-таластық, айқайлап жаздық. Сөйтсек, бұл шығарма мен ойлап отырсам, қазір жаңа болғанда бізде енді сіздер оқыдыңыздар, оқыған шығарсыздар, біразыңыз оқыған шығарсыздар. Осы жерде тоқталып кеткен Сұлтанәлі Балғабаевтың Тойдан қайтқан қазақтар пьесасы. Бұнда көз бояушылық, жаңағы поезда кетіп бара жатқандағы әңгімелер жүріп, бұнда көз бояушылық, бастықтың алдында құрдай жарғалау, сыбайлас жемқорлық сияқты қоғамдағы үлкен келеңсіздікті бейнелейтін нәрсе. Рас, бұндай нәрсе біздің өзіміздің кішкентай ауылымыз болсын, бар ғой. Ауылда да бар, ауданда да бар, облыста да бар. Міне осыны арқау етіп, жаңа айтқандай, мен осыдан бұрын бір 3-4 жыл бұрын осы шығармалар шықпай тұрған кезде балаларға айтатынмын. Балалар, бізде осы мен өзім ойлайтынмын да, біз қалай оқимыз деп балаларға айтатынмын. Рас қой? Біз оқып жатырмыз. Мысалы, мен оқыдым, 11 жыл оқыдым. Одан кейін тағы бір 15 жыл жұмыс істедім. Жоқ, әдебиет өзгерген жоқ. Байқадыңыздар ма? Әдебиеттің бағдарламасы өзгерген жоқ болатын. Сонда біз менің алдымда апа-ағаларым қанша жыл оқыды ол әдебиетті ше? Соны ойлаймын, бір 30-40 жылдың көлемі болған шығар. Сол бір әдебиетті оқи бердік. Мен сонда өзім сондай ой келді маған. Осыны оқи беріп, менің баламның баласы да осы шығарманы оқи ма деп. Мейлі құрсын оқи берсін. Ол шығарма өте керемет классикалық туындылар ғой. Ода беретін мағынасы. Бірақ дегенмен де осы замандағы, осы заманның тіршілігін, ауқымын жазатындар не болу керек еді ғой. Мен соны ойлап жүрдім да, кейін осылар шыққанда қуанып кеттім. Негізі былай қарсы жинеттім да, кейін осылар не үшін берді екен, неліктен оқыту керек екен деген пікірмен бұлардың бәрін оқып шықтым мен, түгел оқып шықтым. Қандай тақырып, қандай идеясы, мен идеясына ештеңе тоқтаған жоқпын. Мен бұлардың әлеуметтік сол кезде өзектілігіне тоқтадым. Қарап отырсаңыздар жаңағы өзектілігіне. Бұлардың өзектілігі сол қазіргі заманмен бітей қайнасып тұр. Талашбек Әсемқұловтың Бектордың қазынасы әңгімесі. Кез келген адамның болмысты жоғалтпай, жүректі таза ұстау,
қайырымды болу, төзімді болу, сабыр сақтау. Бұл тәрбие емес па? Тәрбие ешқашан жойылмайтын дүние ғой. Міне тәрбиені бізге әкеліп отыр. Осы арқылы, Бекторы арқылы. Бекторыны кейіпкер не дейді? Бекторы, сен жын емессің дейді. Сен періштесің деп оған сондай бір тамаша лебізін қалдырады. Міне осындай шығарманы оқысаңыздар, шығарманы қайттан бір оқып, тереңірек, үңіліп оқысаңыздар, өте бір керемет дүниеге куә боласыздар деп ойлаймын. Мен де өзім таң қалдым. Ар оқыдым, бір басы ертегі болды, одан ертегі болып келіп дағы, қайттан басқа дүниеге түстім, одан қайттан келдім, біреудің түсі болып кетті. Міне сөйтіп, әйтеуір соңында мен осындай қорытындыға келдім. Кішкентай ғана қорытынды. Келесі екінші Ерболат Әбікенұлының пәтер іздеп жүреді. Әрине, қазіргі қоғамдағы тұрмыстағы дүниенің бәрі осы. Тұрмыстың қиюы қашқан қазақ азаматының қорғалмауы. Ол кезде айтамыз ғой, ана жылатпаса, ер азаматтың жылағаны, ер азаматтың қиналғаны жаман дейміз ғой. Мейлі басқа болсын. Сол кездегі мен шығарманы оқып отырған кезде өзім жаңа кейіпкермен бірге сондай жаман қиналдым, ұялып кеттім. Шыны керек қой, шығарманы оқиын десем оқи алмай қалдым. Ана айтады ғой, бір нәрсе, бір жамандық кезде оның үстіне екі, үшті дұрып келеді деген сияқты. Ана байқұс өзі терезесі жоқ бір пәтер деп қойып, терезесі жоқ бір үй, үңгір сияқты. Сол үйде әйел екеуі отырады, көз алдын елестетейін дегенім. Міне сол кезде жаңағы жігіттің қайнағасы келеді. Қайнағасы келгенде қай жерге отыратынын білмейді, бәрі шашылған кішкентай бөлме, терезесі де жоқ, ауа тар. Сонда жаңбыр жауады, ерегіскендей. Жаңбыр жауып төбеден су ағып тұр дастархан бетіне. Ана әйелі жаңағы қарындасы ғой, ағасы келіп тұр. Байғұс ұялғаннан жаңағы кілемді былай тартады, ана жерге табақ қояды, мына жерге шынысын қояды. Сөйтіп жатқан кезде соғысқа шыққандай дастарханның үстіне екі жаңағы тарахан шығады ғой, бірін-бірімен соқтығысып. Міне қандай ана жерде жеп отырған құртына нанына қағылып қалған жігіттің намысы. Шіркін-ай, мен мына келіншекті не үшін алдым? Мен осыған ұялып бере алмасам, осыған осындай жақсылық жасай алмасам, үлпілдетіп баға алмасам, мен неменеге алдым деген өкініші. Ол өкініш қазіргі кезде бүткіл қоғамда бар өкініш. Себебі барлық қазақ халқы қазір не іздеп жатыр? Пәтер іздеп, жаңағы жетім бұрышта жүр. Міне осы әлеуметтік мәселе. Міне осыған тоқталу керек. Үшінші, Сұлтанәлі Балғабаев тойдан қайтқан қазақтар. Әрине, бұл біздің артымыздан қалмайтын дүние болса керек, мына жемқорлық деген. Ана Абай атамыз айтады, болыс болдым, мінекей бар малымды шығындап деп. Міне ол кезде Абай да шығындап болыс болған екен. Міне мына жерде қазіргі әлемде де, қазіргі заманда да мына көз бояушылық, жаңа баса салу, үлкен айтпай қойыңдар, жамандығын жасырып, жақсысын асырып қоя саламыз. Ол да бар. Бастықтың алдында құрдай жорғылы. Мысалы, біз айтамыз, ойбай, ана жақтан әкімдер келе жатыр, мыналар келе жатыр деген шыны керек қой. Тәуіп тұрамыз ғой, солдат құсап. Міне, қазір де осындай. Өзіміздің қоғамда да бар ғой бұның барлығы. Қоғамдағы дүние осы тарихпен тіке байланысып жатса, жаңа мен айтқан сыбайласып жатса, бірін-бірімен байланысты болса, оның несі айып? Міне, қалай оқытпайсың? Оқытасың. Сонысын, мына жерде сыбайлас жемқорлық бар. Қоғамдағы келеңсіздік бейнелеп жатыр. Ішіп алады. Кімдер бұзақылық жасады? Кімнің балалары бұзақылық жасайды? Әрине барлардың балалары. Мысалы, жоқтар болып өздері тыныш отырады. Әкем өлтіреді мені деп. Барлар қолынан келгенін қонышынан басып жүр. Міне, құрметті әріптестер, менің бүгінгі сіздермен ой бөлісейін деген дүниелерім осы еді. Сіздердің осы балаларыңызды осылай өздеріңіздің қағидаларыңыз қойып, балаға түсініктірек тілмен жайлап детальдарды немесе жаңа қабылдауды түсіндіріп көрсеңіздер, өте жақсы нәтижелі дүние шығады деген ойдамын. Енді осы кезде Қанипа Бітімбай жақсы бір сөзімен аяқтағым келіп тұр осы баяндамамды. Әдебиетші мұғалім ең алдымен көркем сөз сипатын ашатын заңдылықтарды білу керек. Сол көркем туындыны талдаудың ғылыми әдістемелерін жетік меңгеру қажет. Әдеби шығармаларды талдауда мұғалім мен оқушы арасында бірлескен еңбек, бірлескен шығармашылық, өнерпаздық орын алуға тиіс дейді.
Жақсы. Олай болса, сіздер де өздеріңіздің осындай әдемі бірлескен үлкен биіктерге шыға беріңіздер деген үлкен тілекпен баяндамамды аяқтаймын. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.